Достар, өте пышный, жұмсақ әрі дәмді бауырсақ дайындаймыз. Ол үшін сүтті ысытып аламыз. Сәл жылыдан ыстықтау болғаны дұрыс. Майонез, тұз, құмшекер салып араластырғаннан кейін сәл жылы болады. Содан кейін барып дрожь саламыз. Қатты ыстық болып кетпесін және сүттеріңіз суып қалмасын. Сосын ұн саламыз. Дрожжымызды, ұнымызды салып, жабысқақ қамыр илейміз. Сосын 1 сағатқа қалдырамыз. Міне менің қамырым уже ашыды. Осылай бір қайтарып аламыз да. Қамырымызды алып, осылай ұн сеуіп, жайып аламыз. Сосын өздеріңіз қалағандарыңызша кессеңіздер болады. Домалақ немесе 4 бұрышты. Бұл тестадан менде біраз бауырсақтар және шелбектер шықты. Бұны аз қылсаңыздар, аз жасайтын болсаңыздар, жартысына жасасаңыздар болады. Майды жақсылап қыздырып аламыз. Қызып тұрғанда бауырсақ жақсы көтеріледі. Майларың жақсы қызып тұрсын. Осылай салып, қарап тұрасыздар. Екінші бетіне аударамыз. Осылай пышный болып көтеріледі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді бауырсақ болып шығады.